Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазақша алғанның тағы да бір түрін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай металл қажет болады, өзімізге ұнаған түрі, және соған сәйкес шеге, шынжыр, колечко және капля моншақтар қажет болады. Міндетті түрде плоскоголубцы және застежка қыстырғыш қажет болады. Ең алдымен таңдап алған фурнитурамыздың көздерін санап шығатын боламыз. Бізде 5 көз, соған байланысты 5 шегемізді алып, капля моншағымызды алып, және домалақ моншағымызды осылай кіргізіп, фурнитурамыздың көзіне салатын боламыз, және артық жерін плоскоголубцамен қиып тастап, ішке қарай осылай қайыратын боламыз. Түсінікті бұл үшін тағы бір рет көрсетейін. Шегемізді аламыз, капля моншағымызды кіргіземіз, домалақ моншағымызды кіргіземіз, және көзіне орналастырып, артық жерін қиып тастап, осылай қайырып қоятын боламыз. Міне барлығын осылай орналастырып алдық. Өте әдемі болды. Енді кішкене шынжырымызды қиып алып, колечкомызды алып, шынжырымызға саламыз, және металлымызға бірінші көзіне орналастыратын боламыз. Екінші ұшына колечконы тағып, тағы да екінші көзге орналастыратын боламыз. Тағы да кішкене колечконы алып, шынжырымыздың қақ ортасын тауып алып, осылай колечконы ортасына орналастыратын боламыз. Міне осылай орналастырамыз. Енді шынжырымызды алып, өзімізге керек ұзындықта қақ ортасындағы колечкоға өткізетін боламыз. Енді шынжырымыздың ұштарына қыстырғышымызды колечко арқылы шынжыр екеуіне жалғайтын боламыз. Екінші колечконы алып, екінші шынжырымыздың ұшына жалғаймыз. Бұл бізге екеуін былай іліп жабыстыру үшін қажет болады. Міне сол кезде бізде өте әдемі, ең оңай 5 минутта жасап алатын қазақша алқамыздың түрі дайын болды. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта өте пайдалы видеолар салатын боламын.